Сәлем қыздар, бүгін түскі асқа күнделікті қарапайым тағамдардан осындай ерекше подачамен, подливамен күріш дайындадым. Ол үшін осылай қызып тұрған майға етімізді, тұз бұрышымызды салып, қызартып қуырып аламыз. Үстіне ұсақтап туралған жуамен сарымсағымызды салып араластырып, 2-3 минут бұқтырамыз. Кейін қайнаған су құйып, 2 сағат баяу отта пісіреміз. Етіміз жұмсарғасын, қызанақ, тәтті болгар бұрышы, сәбіз салып 15 минут бұқтырамыз. Содан соң картоп, дәміне қарай тұз, бұрыш, паприканы салып, баяу отта пісіреміз. Осы аралықта гарнирге ұсынылатын күрішімді дайындаймын. Ол үшін қызып тұрған майға күрішімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Кейін күрішімізден сәл жоғары шығып тұратындай етіп, қайнап тұрған су құямыз. Баяу отта бұқтырып пісіреміз. Гарниріміз дайын, подливамыздың картопы да өте жұмсақ болып піскен. Енді жинауға кірісеміз. Ол үшін осылай үлкен кесені алып, ішіне кішкене кесені орналастырып, жан-жағына күрішімізді салып шығамыз. Күрішімізді тығыздап салғаннан кейін тарелканы бетіне жауып, осылай төңкереміз. Кесемізді алып, ішіндегі кішкене кесеміздің орнына подлива саламыз. Кейде осылай күнделікті тағамдарды ерекше етіп ұсыну тағамға өзгешелікпен ерекше дәм береді. Махаббатпен жасалған тәтті тағамдарыңызды ұсынып, жақындарыңызды қуанту үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдай отырыңыздар.